Ораза айт мерекесі. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау Аллаға тән. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Баршамызды ораза айтқа аман есен жеткізген Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Айт мұсылмандардың ұлы мейрамы. Ислам дінінде екі мереке бар. Ол ораза айт және құрбан айт мерекесі. Шариғат бойынша 30 күн ораза біткеннен кейін Шәуәл айының 1-ші күні ораза айт болып есептеледі. Ескере кететін жайт, ораза айт 1 күн. Алайда халық арасында қалыптасқан әдет бойынша 3 күнге дейін дастархан жайылып айттаумен жалғасын табады. Айт намазына дейін әлеуметтік жағдайлары төмен отбасыларында мереке күндері дастархан жайып, халықпен бірге қуанулары үшін пітір садақалары тартылады. Бұрын араздасқандар татуласады, ал құрбан айт 4 күнге жалғасады. Айт намазы оқылған соң Алланың разылығы үшін ұлық құлшылық болған құрбан шалу рәсімі жасалады. Мерекелік дастархандар жайылып, халық құрбандық еттерінен дәм татады. Ораза айт күні айт намазына дейін пітір садақасын беріп үлгеру керек. Намазға шығар алдында ғұсыл құйынып, әтірленіп, жаңа киім киіп, құрма жеп, қуаныш пен шатты көңіл күймен тәкбір, Аллаху акбар айтып мешітке барады. Айт намазын оқиды. Ораза айт кезінде мұсылмандар бір-бірін құттықтап, мерекелік дастархан жайып, туыстар мен дос-жарандарды қонақ етеді. Ораза айт ең ұлық мереке. 30 күн оразадан кейін мұсылман қауымы өздеріне берілген шексіз нығметке шүкіршілік айтып, ағайын туыспен мерекелік көңіл күйде қауышады. Өйткені ораза айт күллі мұсылман қауымының ұлық мейрамы. Ораза ұстаған жамағат осы мерекені асыға күтеді. Ораза айт мұсылмандардың құлшылық ететін әрі қуанатын ұлық мейрамы. Атақты Табиғин ибн Абидин былай деп айтқан: айттың бұлай аталу себебі оның қарымта деген мағынасына байланысты. Өйткені Алла тағала онда әрбір игілік иесіне жасаған ихсандарының қарымтасын қайтарады. Демек, ораза айындағы ішіп-жемнен тыйылудан, пітір садақасынан соң осы игіліктердің қарымтасы қуаныш, шатты күндері етіп айт мейрамын белгіледі. Әрі ондағы қуаныш, шаттық, белсенділік әдеттеріне орай да солай аталған болуы керек. Айт намазын оқу хижраның 1-ші жылынан бастап шариғатқа енді. Әнәс ибн Мәлік былай деп жеткізген: Алла елшісі Мадинаға келгенде қала тұрғындарының 2 күн тойлатын мерекелері бар еді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам олардан: бұл 2 күн қандай күн? деп сұрайды. Сонда мәдиналықтар: бұл 2 күнді надандық дәуірінде тойлаушы едік, деді. Ардақты елшісіміз саллаллаху алейхи уассалам: Алла тағала сендерге ол екеуінен қайырлы 2 мерекені берді, құрбан айт пен ораза айт күндерін деп сүйіншіледі. Ораза айтында мұсылмандар бір-бірін қуанышты күнмен құттықтап, көрші-қолаң, ағайын туыс бір-бірін зиярат етіп, ренжіскен кісілер татуласқаны дұрыс. Демек, бұл күні мұсылмандар жай ғана тойлап қана қоймайды. Ренжіскендер татуласып, ағайын туыс, көрші-қолаңның арасы бұрынғыдан да жақындай түседі. Қоғамдық қарым-қатынасты бекіте түседі. Айтқа дайындық ретінде мұсылмандар жуынып тазарады. Таза, ең жақсы киімдерін киеді. Тұратын жерінің ішкі, сыртқа тазалықтарына көңіл бөледі. Үстіне хош иістерін себініп алған абзал. Айт мейрамы ағайын арасын жақындатады. Өйткені ораза айт күндері әрбір мұсылманның шаңырағында бауырсақ пісіріліп, мерекелік дастархан жайылады. Туған туысқан көрші-қолаң бір-біріне қонаққа барып, айт мерекесімен құттықтайды, сыйлық береді. Дәстүр бойынша бұл күні мұсылмандар бір-біріне ораза айт қабыл болсын деп жылы лебіздерін білдіреді. Ораза айт болатын түнді құлшылықпен, зікір, намаз, құран оқумен, дұға тілектерін тілеп, кішірім сұраумен өткізген абзал. Мүмкін болса, бұл істерді түннің соңғы бөлігінде өткізген жақсы. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кімде-кім ораза айты мен құрбан айтының түндерін Алладан есебін үміт етіп құлшылықпен өткізсе, оның жүрегі жүректер өлетін күні өлмейді деген. Ал енді кімде-кім айттың алдындағы түнді ғибадатпен өткізе алмаса, сол түннің алдындағы құптан намазы мен одан кейінгі таң намазын жамағатпен оқыса, түнді құлшылықпен өткізгеннің сауабын алады екен.
Айт күндері Алладан тілеген тілектер қабыл болады. Сол үшін бұл күндері Алладан көп кешірім сұрап, өзіміз үшін, ағайын, көршілер үшін, жалпы еліміз үшін көп дұға тілегеніміз дұрыс. Әсіресе бүгінгі күндері бұл өте маңызды деп ойлаймын. Алла елшісі бір сөзінде кімде-кім басқа бір мұсылман үшін Алладан бір жақсылық сұраса, періштелер өзіңе де сол нәсіп болсын деп дұға етіп тұрады деген. Айт намазына ертерек жаяу бару, пітір садақасын айт намазының алдында беру, ораза айт намазына барарда тәтті тағамнан ауыз тиіп бару, өз отбасына, әсіресе жас балаларға сый-сияпат беру, осы күндері мүмкіндігі болған кісілер әдеттегіден көбірек садақа беру, мұсылман бауырларымен жылы жымиып жүздесу, туысқандардың үйіне айттап барып, туыстық қарым-қатынасты нығайта түсу керек. Осы амалдарды айт күндері жасаған өте абзал. Айттың алғашқы күні мешіттерде жамағатпен айт намазы оқылады. Ғаламдық деңгейде мәртебесі биік діни мереке саналатын айт барша мұсылман қауымына ортақ ұлық мейрам. Мұсылмандар оразадан кейін ауыз бекітпейтін ең алғашқы күн. 30 күн оразада жасаған құлшылық ғибадаттан кейін құлдың бір сәт үзіліс алып мерекелік көңіл күйде Алланың сансыз нығметтеріне ой жүгіртетін кезі. Осынау ұлық мереке біздің ұлы даламызда аса жоғары бағаланып, осы уақытқа дейін ұлықталды. Тарихи құжаттарға үңілер болсақ, 1926 жылға дейін ораза айт 3 күн, құрбан айт 3 күн, наурыз 1 күн ресми мереке ретінде тойланып келген. Оған негіз 1921 жылғы 5 наурызда Орынбор қаласында өткен Қазақстан Автономиялы Республикасы орталық атқару комитеті төралқасының мұсылмандар мерекесі туралы қабылданған шешімі. Оған Меңдешев төрағалық жасаса, Алаш арыстары Байтұрсынұлы мен Бөкейхан төралқа мәжілісіне қатысқан екен. Сондай-ақ көркем әдеби шығармаларда Қажы Ғұмар Шабданұлының Пана атты романында Зұқа батырдың елінде айт намазы кезінде еркек кіндіктінің бірі қалмай сапқа тұрғаны суреттеледі. Кеңес өкіметі 1920 жылдан бастап күштеп тоқтатқан мұсылмандар мерекесін қазақ қоғамының жүрегінен өшіріп тастай алмады. Тәуелсіздік алғаннан кейін қайта ресми мәртебе беріліп, тарихи әділеттілік қайта орнығып, қасиетті мерекемен еліміз қауышқан екен. Айт сөзі араб тілінен алынған, ол қайту, оралу, мейрам, қуанышты күн деген мағыналарды білдіреді. Ибн Араби айттың айт оралу деп аталуының себебі жыл сайын жаңа қуанышпен қайта келіп отырғандығынан дейді. Қуанышты сәт саналатына 30 күн оразадан кейінгі ауыз ашу мейрамы болғандықтан. Айт намаздары хижреттің алғашқы жылында шариғатқа енді. Ораза айт күндері ерте тұрып, мешітке барардың алдында жуынып, жақсы иіс-су себініп, ең жақсы киімдерін киіп, мұсылман бауырлармен қуана жолығып, қолынан келгенше садақа береді. Ибн Омар ораза айт күні ғұсыл құйынып шығатын болған. Саид ибн әл-Мусайб ораза айттың 3 сүннеті бар: намазға жаяу бару, намазға бір нәрсе жеп шығу мен жуынып шығу деген. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ораза айт күні жуынатын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айт күні киетін қызыл шапаны болатын. Сол күні өзінде иіс-су болмаса, туыстарынан алып үйіне әдемі иіс себетін. Мешітке барарда бір жолмен барса, қайтарда басқа жолмен қайту сүннет. Жабирдің риуат еткен хадисінде Нәби саллаллаху алейхи уассалам айт намазына шыққанда бір жүрген жолмен қайта жүрмейтін делінген. Кейбір ғалымдардың айтуынша сауабы мол болсын, әрбір қадам сауаптан жазылсын деген ниетпен ұзын жолмен мешітке барып, қысқа жолмен қайтуды дұрыс санаған. Ораза айтта мешітке бармай тұрып, біреу, үшеу, бесеу секілді тақсанда құрма жеп шығады. Әнәстің риуат еткен хадисінде Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ораза айт намазына құрма жемейінше бармайтын делінген. Айт түндердің құлшылықпен өткізу мұстахаб. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім ораза айт күні құрбан айт түнінің сауабын Аллахтан тілеп сол түнді құлшылықпен өткізсе, жүректер өлетін күні оның жүрегі өлмейді делінген. Яғни оның жүрегі иман нұрынан нәр алып тұрады. Ораза айт намазынан бұрын немесе одан кейін үйіне келгенше нәпіл намаз оқуға болмайды. Ибн Аббас Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам ораза айт күні шығып 2 рәкаттық
айт намазын оқыды. Бұдан бұрын да кейін де ешқандай намаз оқымады және онымен бірге біләл болды делінгенмін. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Айт мерекесі құтты болсын.